Жедел хабарнама. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Доллардың теңгеге шаққандағы бағамы өсті. Кассе қорының нарқындағы күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы 4,105 теңгеге қымбаттады. Бір ақш долларының орташа бағамы 463,155 теңге. Ұлттық банктің 21 қарашадағы ресми бағамы 1 долларға 459,104 теңге. Курс.кз мәліметі қазірше уақытта Алматының Айқша айырбастау пункттерінің доллардың сату бағамы 463,5 теңге, сатып алу 467 теңге екенін хабарлайды. Ал Астана қаласы бойынша сатып алу бағамы 464 теңгеден болса, сатып алу құны 465,5 теңге. Ресей рублі 7,137-7,143 теңге аралығында саудаланып жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.